Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Математика, информатика, физика бірлестігінің кезекті отырысын серпілу сәтімен бастаймыз. Сіздер осы тақтада тұрған кез келген ұяшық қандайсыздар, сол ұяшықтың астында біздің бірлестіктің мұғалімдері есімдері жасырылған. Дәл сол мұғалімдеріміздің жетістіктерін өзін таныстырып айтып шығуларыңыз керек. Раханова Қарлығаш, жаңашыл, шығармашылық мұғалім, оқушылары облыстық пән олимпиадаларында орын алып жүр. Өзі аудандық үздік математика сайысында бас жүлде алып, облыстан 2-ші орын алып оралды. Және авторлық бағдарлама жасап, ауданнан 3-ші орын иеленді. Сонымен қатар ол тренер ұстаз, аудандық семинарларда, облыстық семинарларда сабағын көрсетіп, жас мамандарға үлгі болып жүр. Бізде Турахметова Асылзат апай. Асылзат бізде информатика пәнінің мұғалімі, шығармашылығы мол, аудандық информатика пәнінің мұғалімдері арасында болған алтын диск байқауының 1-ші және 2-ші орын иегері. Оқушылары аудандық ғылыми жобадан бас жүлде және 2-ші орын алып, облыстық ғылыми жобадан 2-ші және 3-ші орын иегері атанып жүр. Авторлық бағдарламадан аудандық сайыстан 2-ші орын алды. Магниттік мектептер арасындағы болған іс-шарада, облыстық семинарларда жақсы сабақ көрсетіп жүр. Өте шығармашылық ізденген мұғалім. Сапарғалиева Сымбат апай. Сапарғалиева Сымбат Советханқызы, информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, педагог көшбасшы, аудандық алтын диск сайысының бас жүлде иегері, аудандық жыл мұғалімі сайысының 2-ші орын иегері, әдістемелік авторлық бағдарламалардың авторы, оқушылары аудандық, облыстық, халықаралық, республикалық олимпиадалардың жүлдегері. Физикадан дидактикалық материалдар байқауының жеңімпазы, оқушылары облыстық және ғылыми жоба пән, облыстық аудандық ғылыми жоба пән олимпиадасының жүлдегерлері, оқушысы Кемалиева биылғы жылы президенттік олимпиадада облыстық кезеңнің қатысушысы болды. Аудандық білім бөлімінің марапаттарымен, құрмет грамотасымен марапатталған. Ақчанова Қабаш апай кәсіби таланты мен ұстаздық шеберлігі шыңдалған, мектеп абыройын асқақтатып өсіріп ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде елеулі табысқа жеткен. Облыстық әдістемелік семинарда талапқа сай авторлық бағдарлама даярлап, алғыс хатпен марапатталған. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, дипломдар мен алғыс хатпен марапатталған. 2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Құрмет грамота иегері апайымыз тәжірибелі ұстаз, мектеп тренері. Не жауап? Бүгінбаева Сара Оразбайқызы, математика пәнінің мұғалімі, педагог модератор, аудандық облыстық семинарлар қатысушысы, аудандық дарынды балаларға талантты ұстаз сайысының 2-ші орын жүлдегері және оқушылары аудандық облыстық пән олимпиада жүлдегерлері. Жас маман Еришева Фарида Қанабекқызы, информатика пәнінің мұғалімі. Жас іске де білім жолға сен келдің, жаңа заман бағдарын тез меңгердің. Талабыңнан танып білген білімді, қолдан ұлдың, білдің ұстаз білімді. Ақпараттық технологияларды оқушыларын меңгеріп, аудан, облыс, республикалардан орын алып жатыр. Ержанова Әсел Сарланқызы, информатика пәнінің мұғалімі, аудандық құрмет грамота иегері және де оқушысы өткен жылы аудандық ғылыми жоба сайысынан 1-ші орын иеленіп, облыстық алғыс хатпен марапатталды. Бұл апайымыз креативті, ізденімпаз, шығармашыл ұстаз. 8-ші яшық. Аниф Нұрсұлтан Сабырұлы, математика пәнінің мұғалімі, педагог модератор.
аудандық дарынды балаларға талантты ұстаз сайысының 2-ші орын жүлдегері, аудандық үздік математика сайысының 2-ші орын жүлдегері, білімнен платформасының үздік педагог 2-ші тоқсан сайысының жүлдегері және 500 мың теңге сыйақысының иегері. МИФ бірлестігінің жетекшісі және мектептегі жастар ұйымының жетекшісі. Өзіміздің бірлестігімізді бағалап жіберейік. Яғни математика, информатика, физика бірлестігі қандай? Осыған өзіміздің комментариімізді жазайық. Бұл Метиком платформасы арқылы өзімізді бағалап жіберейік.